Бұл плитаны полировка жасау жұмысы. Осындай стеклокерамический, индукционный плиталардағы қолмен кетпейтін дақтарды, ұсақ сызықтарды полировка жасап, айнадай жылтыратып жаңадан алынғандай кейпіне келтіреміз. Бұны бастап кетуге 25-30 мың жетіп қалады. Керек жарақтан бұл ең басты жұмыс құрылғысы ол полировочная машинка. Сосын специальный химия, және ұсақ түйек расходниктер, тряпка, су, полировочный кругтар сияқты. Мен өзім кішкентай қаладанмын, соның өзінде қосымша табыс ретінде бұл маған 300-400 мың теңге әкеліп тұр ай сайын. Мұндай плиталар қазір әрбір екінші үйде бар. Одан бөлек құр плита емес, қосымша духовканың жынысында, вытяжка, душевой кабинасында полировка жасауға болады. Бұл жұмыс әйел, еркек, жас, кәрі деп бөлінбейді. Үйреніп алсаңыз болады. Қазіргі кезде осындай қосымша жұмыс ешкімге артық етпейді. Мен осы 2 апта бұрын бірнеше оқушы алып, бірінші нәтижеге жеткіздім. Осындай отзывтар алдым. Қазір Қазақстан бойынша көп қалаларда бұл жұмысты істейтін адамдар жоқ екен. Мен өзім Ресейдегі дос баладан үйреніп алған едім. Ал үлкен қалаларда істеп жатқандар бар болса да өте аз. Бұл жаңа нарық деуге болады. Спрос жақсы. Жарнаманы дұрыс жасасаңыз, күнделікті осындай сұраныс алып отыруға болады. Бұл жұмыс сізді нақты қызықтырса, маған WhatsApp-қа жазыңыз. Бірінші 10 адамға үлкен жеңілдік болады. Оқуда мен сіздерге дайын алатын керек жарақтың тізімін бірден Каспиге өтіп заказ беретіндей етіп дайындап қойдым. Қандай химия алатыныңызды айтамын. Содан кейін полировка жасауды үйретемін. Басынан бастап аяғына дейін бүкіл технологияны түсініп, 1-2 күнде заказға шығып кететіндей. Клиент табу жолдары, кері байланыс та барлығы оқудың ішінде болады.